Сәлеметсіздер. Дәптерлеріңізді ашып, бүгінгі күнді жазыңыздар. Оқулықтың 220 беті, тақырып алгебралық бөлшектің негізгі қасиеті. Оқулықтың 220 беті. Бүгінгі сабақтың мақсаты алгебралық бөлшектің негізгі қасиетін есептер шығаруда қолдануды үйренеміз. Б-дан А болатын алгебралық бөлшек қарастырайық. Және де толықтауыш көбейткіш әйтеуірде бір С әрпі болсын. Толықтауыш көбейткіш алымына да бөліміне де көбейтілетінін білеміз. Сол кезде осындай бөлшек шығады. Керісінше, осы жауапты алып, С әріптерін қысқартып көрейік. Сол кезде бізде Б-дан А деген бөлшек шығады. Осында екі тепе-теңдікті біз бөлшектің негізгі қасиеті деп атаймыз. Екінші жағдай бөлшекті қысқарту. Соған мысал келтіріп кетейік. Осындай бір күрделі бөлшек қарастырамыз. Бізде алымда да бөлімде де бірдей әріптер бар екен байқаймыз. Алымда А-ның 1 дәрежесі, бөлімде А-ның квадраты. Және де Б-ның 4 дәрежесі, Б-ның квадраты. Үлкен дәрежесі бар әріптерді көбейткіштерге жіктейік. Б-ның 4 дәрежесі және А-ның квадраты мына түрде жіктелді. Енді көбейткіштерімізді алымындағы және бөліміндегін қысқартуға болады. А мен А қысқарылады, Б квадрат пен Б квадрат қысқарылады, және де көбейткіштер 35 және 21. Олардың ортақ бөлгіші ең үлкен ол 7. 21-ді 7-ге бөлсек 3, 35-ті 7-ге бөлсек 5. Бұл бөлшектің соңғы жауабы 5Б квадрат бөлінген 3АС. Яғни қалған әріптерді көшіріп жаздық. Осы мысалды қолдана отырып, осы алдындағы мысалды қарастыра отырып, өздік жұмысын орындаңыздар. 222 бет, номер 38-де 1.